Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз мектепке дейінгі даярлықтың заманауи әдістемелері пәні бойынша балаларды 5-6 жастан мектеп алды даярлық сыныптарына қабылдаудың әдістемелік ұсынымдары тақырыбында лекциямызды бастаймыз. Тақырып көлемінде балаларды мектепке даярлаудың мақсаттары мен міндеттері, мектеп алды даярлыққа баратын 5-6 жастағы балалардың дайындық деңгейлерін анықтау мәселелері сөз болады. Жалпы әлемдік тәжірибе балаларды 6 жастан бастап оқыту олардың интеллектуалдық және физикалық даму үшін кең мүмкіндіктер беретінін растайды. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламалары, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздері Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында Қазақстан Республикасындағы білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында айқындалған. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыру және бастауыш мектеп арасындағы сабақтастық ұстанымын қалыптастыру, қамтамасыз ету мақсатында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты жаңартылды және аталған стандарт негізінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы әзірленді. Әзірленген бағдарлама белгілі бір нормативтік құжаттарға сай іске асатындығы белгілі. Бұл құжаттардың қатарында 5-6 жастағы балаларға мектеп алды даярлық Қазақстан Республикасының білім туралы заңына сәйкес отбасында, мектепке дейінгі ұйымда, жалпы білім беретін мектептердің, лицейлердің және гимназиялардың мектеп алды сыныптарында жүзеге асырылады. Мектеп алды даярлаудың негізгі міндеттері қатарында сапалы білім беруді қамтамасыз ету, балалардың физикалық, интеллектуалдық, психологиялық, жеке дайындық үшін жағдай жасау, мектепке баланы дайындау процесінде ата-аналарды тарту, оларға кеңес беріп, әдістемелік көмек көрсету мәселелері қамтылған. Білім беру мемлекеттік ұйымдарында мектеп алды даярлық тегін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік бюджеттен қаржыландырады. Мектеп алды даярлық сыныптарын ұйымдастыру. Балаларды мектеп алды даярлық сыныптарында ересек жастағы баланың құқын жүзеге асырып, сапалы мектеп алды білім беру мақсатын көздейді. Осы мақсатқа сай мынандай міндеттер жүйесі нақтыланған. Біріншіден, балалардың өмірін қорғау және денсаулығын нығайту, мектепте оқуға дайындығының негіздерін қалыптастыру, сөйлеу тілі ана тілін, қарым-қатынас мәдениетін дамытып, сауат ашуға даярлау, баланың зияткерлік және тұлғалық дамуын қамтамасыз ету, отанға, туған жерге деген сүйіспеншілігін, мемлекет рәміздеріне құрметпен қарауға, қоршаған әлемге ізгілікпен қарауға, өзге ұлт өкілдерін сыйлауға тәрбиелеу міндеттері нақтыланған. Мектеп алды даярлық топтары бар білім беру ұйымдары мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік құқықтары мен мүдделерін қорғайды. Кез келген білім беру мекемелерінде мектеп алды даярлық сыныбын ашу үшін ата-аналардың, яғни заңды өкілдерінің өтінішін қабылдап, оқушылардың тізімі жасақталады, содан соң күн тәртібі және сабақ кестесі құрылады. Білім беру ұйымының әкімшілігі балаларды мектеп алды даярлық сыныбына қабылдау кезінде ата-аналарды білім беру ұйымының жарғысымен таныстырады. Балалар дамуында бұзылулары бар, ерекше білім беруді қажет ететін балалар мектеп алды даярлық сыныбы үшін түзету және оңалту жағдайлары болған кезде психологиялық, медициналық, педагогикалық комиссия негізінде қабылданады. Балаларды мектеп алды даярлық сыныбының саны мен толымдылығы әкімшілікпен нақтыланады. Сыныпты жинақтау кезінде балаларды конкурстық іріктеуге және тестілеуге жол берілмейді. Мектеп алды даярлыққа баратын 5-6 жастағы балалардың дайындық деңгейін анықтауда мектеп алды даярлық сыныбында білім беру үдерісінің мазмұны бір оқу жылына есептеліп, мектепке дейінгі жастағы баланың негізгі даму бағытын іске асырады.
Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырда номері 292 қаулысымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпы міндетті стандартына сәйкес жүзеге асырылады. Стандартта мектеп жасына дейінгі балалардың дайындық деңгейіне, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар анықталған. Мұндай талаптардың қатарында бірнеше оқу дайындығының негізгі бағыттары нақтыланады. Бұл бағыттардың қатарында біріншіден тілдік сөйлеуді қолдана білу, тілдік сөйлеу құралдарын ойын қызметінде бақылаусыз қолдана білу. Екіншіден, әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын дамыту, біліктері мен дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті қарым-қатынас жүйесінде ересек бала-бала қарым-қатынасын қолдану. Үшіншіден, мектептегі оқу процесіне қалыптастыру және дамыту, іс-әрекетте мотивация, бақылау, жоспарлау және дербестік секілді компоненттерді жандандыру. Мектеп алды даярлық 5-6 жастағы балалардың дайындық деңгейінің мазмұнын құрайды. Бұл мазмұнда баланың тұлғалық дайындығы, интеллектуалдық дайындық және әлеуметтік дайындық деген негізде жинақталады. Егер бұлардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталар болсақ, онда баланың 5 жастағы, 6 жастағы және 7 жастағы ерекшелігіне сай топтастырылатындығын байқаймыз. 5 жастағы баланың тұлғалық дайындығы. Ересектермен және құрдастарымен емін-еркін қарым-қатынас жасай алады, өзінің әрекеттерін бағалауға тырысады, ересектің көмегімен үлгі бойынша тапсырманы орындайды. 6 жастағы баланың психикалық қабілеттері қоғамда мен істей аламын деген мәртебеге ие болуға ұмтылатындығы, өз әрекеттерін бағалауға тырысатындығы, онға дейін тура және кері санай алатындығы, ересектердің көмегімен үлгі бойынша тапсырманы орындайтындығы, қосу, алу, тең таңбаларының мағынасын түсініп үйренетіндігі, істі соңына дейін жеткізуге тырысатындығы байқалады. Ал 7 жастағы баланың психологиялық қабілеттері қатарында қоғамда мен істей аламын деген мәртебеге ие болуға ұмтылысы айқындалады. Өз әрекеттерін бағалауға тырысады. Онға дейін тура және кері санайды. Ересектердің көмегімен үлгі бойынша тапсырманы орындап, қосу, алу, тең таңбаларын түсініп үйренеді. Істі соңына дейін жеткізуге тырысады. Келесі кезекте балалардың интеллектуалдық дайындығы. 5 жастағы баланың интеллектуалдық дайындығында ұқсас заттарды шатастырмай саралап қабылдау ерекшелігі бой көтереді. Еркін зейінімен еске сақтауында да 3-4 секунд ішінде заттарды еске сақтап, оларды атайтындығы, тақпақтарды, жаңылтпаштарды білетіндігі, ертегі құрастыратындығы, цифрлардың ретін меңгергендігі, сондай-ақ ұқсас екі суреттік айырмашылықтарын тауып, логикалық ойын жүйелей алуы, заттардың негізгі белгілерін және олардың арасында қарапайым байланысты біліп талдау жасайтындығы, сурет салу, мүсіндеу, жапсыру техникасын меңгерген, таныс әндерді айтып, әуендерді шырқай алатындай шығармашылық қиялдауы дамығандығын байқаймыз. 6 жастағы баланың ұқсас заттарды шатастырмай саралап қабылдай алуы, еркін зейінімен еске сақтауында 5 жастағы баламен салыстырғанда біршама ұқсас заттарды шатастырмай, оларға саралай теңестіре алатындығы, еркін зейінімен еске сақтауында 3-4 секунд ішінде заттарды есте сақтап, олардың атын атайтындығы, тақпақтарды, жаңылтпаштарды білетіндігі, ертегіні құрастыра алатындығы, цифрлардың ретін білетіндігі, сонымен бірге логикалық ойлауында ұқсас екі суреттің айырмашылығын таба алатындығы, олардың негізгі белгілерін және арасындағы қарапайым байланыстарды біліп талдау жасайтындығы, шығармашылықпен қиялдай алатындығы орын алады. Ал 7 жастағы баланың ұқсас заттарды саралап ажырата алатындығы, бірнеше заттардың ортақ белгілерін, айрықша белгілерін таба алатындығы,
еркін зейінімен есте сақтауында 5 және 6 жастағы балаға қарағанда 15-20 минут ішінде орындалатын жұмысқа зейінін шоғырландыра алатындығы, тақпақ жаңылтпаштарды жаттап, ертегі әңгіме құрастыруға 20 көлеміндегі қосу мен азайтуды орындай алуы байқалады. Сондай-ақ баланың логикалық ойлауындағы талдау жасай алу, шығармашылық пен қиялдау қабілеттері де айқындалған. Физиологиялық дайындық балалардың өзіндік тұлғалық ерекшеліктерін байқатады. Әсіресе 5 жастағы бала негізгі қимылдарды игерген, қимылды ойындары мен дене жаттығуларына қызықшылық танытатыны, мәдени гигиеналық